Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз үй жағдайында өте дәмді фунчоза салатын дайындаймыз. Ең алдымен ұсақтап туралған етімізді қызып тұрған майымызда қуырып аламыз. Содан соң ұсақтап туралған пиязымызды қуырып аламыз. Азырақ суымызды қосып, етімізді бұқтырып қоямыз. Етіміз піскеннен соң үстінен ұсақтап туралған қызыл және жасыл болгар бұрышын қосып, азырақ бұқтырып қоямыз. Фунчозамызды қайнап тұрған суымызға қосып, фунчозамыз піскенше бұқтырып аламыз. Фунчозамыз піскеннен соң үстінен жаңағы дайындалған етімізді, содан соң сәбізден жасалынған салатымыз, яғни морковчамызды қосамыз. Ұсақтап туралған укробымызды қосып, тұзымызды, қызыл бұрышымызды және де фунчозаға арналған приправамызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Барлығын араластырып болғаннан соң дастарханға тартамыз. Баршаңызға жасап көруге кеңес беремін. Баршаңызға ас болсын.